ютубтан просмотр жинасаң ақша табасың деп жатыр қаншама адамдар. Қалай ол? ютуб қалай төлейді ол? Кім береді ютубқа ондай ақшаны? Деген сияқты көп сұрақтар маған қойылып кетті. Сондықтан барлықтарына жауап берейін, мұқият тыңдап алыңдар. Қараңдар достар, міне сендер ютубқа бір видео жүктейсіңдер. Ол видео просмотр жинайды. Ол просмотр жинағанда ол жерде реклама шығады. Сол реклама шыққанға сендер ақша табасыңдар. Ол қалай? Міне мысалға келтіріп кетейін. Кока-кола келеді, мысалы, ютуб айтады, менің кока-коламды сенің ютубындағы видеоларында реклама болып шықсын дейді, менің кока-колам. Жарайды дейді ютуб. Сосын алады да жаңағы сендердің салған видеоларында реклама шығады. Сол реклама шыққанда ютуб кока-коладан алған 45% жаңағы рекламный бюджеттің 45% өзіне алады, 55% сендерге береді ютуберларға. Содан мінекей достар ақша шығады ютубта. Ютуб жайлы көп ақпарат білгілерің келсе, маған подписка жасаңдар.